Мағрур Айше. Қырым гуя таш үстінде құрылған. Қайда бақсаң таш. Өлкемізге бұл қадар таш қайдан келген екен? Мына бұрынчақта таштан пек бұйық қале япылған. Қаленің сайбы есе яш бір қыз, ады да Айше. Ғайет күчлі ве мағрур қыз, оның жүрегі ажу деген шейіні білмей. Қыз іч бір вақыт, іч бір кімсені севмеді. Оның көзлері симсия дерсін эки зейтун данесі. Барып та Айше адамға ачулы бақса, оянып күлге чевіріле біле. Есі бөле көзлерге Аллах раст кетірмесін. Айше жесур бір ақай кебі кімседен қорқмай. Шының үшін де оны ұзақ яқын әркез біледі. О дайыма сучлы, айны заманда күчлі еді. Күнлерінің бірінде оның жүрегіне яңы бір дұйғы соқылды. Онымен давалашты, бір севежексін деді. Айше жеми қадынлар кебі йымшақ табиатлы олмақ істеді, ләкин бежеріп оламады. Оңа, білесің міне Айше, ашағы чоқраққа анда ажайып су бар. Анда ювынсан, ярамас ачулы инсан біле бірден йымшай, али женап инсанға чевіріле, деділер. Айше барып ювынайым, қадын затын өмірі насыл олайкен бақайым деген алда чоқраққа йөнеді. Чоқрақның қаршысында есе Төпекерман адлы башқа бір қаледе бар еді. Анда бір оғлан яшайды. Оның көзлері дат өзенінің суы кебі масмавы еділер. Сачлары десең симсия, озы есе мышық кебі сес солықсыз юре, амма озу ачыланғанда, мавы көзлері эки кескін қылыч кебі инсанның башыны кесіп атқаныны кімсе дуймай екен. Егит чоқраққа дүлберден дүлбер бір қызның келгенini көріп, ашағы енді. Кет егит деді Айше, бұ суф менімдір. Сен не дейсің, қыз? Бұ суф дайыма менімке, сен кет. Маңа эмир бермеге жесаретіні қайдан алдың? Сен мені қыз күлледе яшаған Айшені білмейсің ма? Маңа бұ вақытқа жық іч кімсе эмир етмеді. Саңа эмирде кел, тек рижа етем. Кет мындан, чүнки суф менімдір. Бұ сөзлеріні бірда текрарласаң, көзлерім огынде күлге чевірілерсің. Шымды текрарларым. Қыз оғланға ғадапле бақса да, егит ерінден қыбырдамады. О назарыны қызының сия көзлерінден алмады. Олар егітінің жүрегіне соқылған еділер. Егит оңа ұрғын олды. Деңле қыз, деді егит нефесі тұтылған алда. Қалеме бұйыр. Енді аңладым. Комшу екенміз, бұ геже менде қон, қадыным олырсын. Қадыным олырсын? Дері кеч Айшенің көзлері ачувлы йылтырадылар. Чекіл сувның янындан. Бұда не үшін екен? Чекілмем, ейсі қалеме бұйыр. Егит қызға да яқын барды. Қолларымны бірақ деп бақырды Айше, ве оғланның күчлі әллерінден құтылған сон чевіріліп чоқрақны терк етті. Айше төпеге көтереле ятқанда, ачуындан патлай язды. О оз қалесіне кірер-кірмес қызметкерларына барып оңа айтыңыз, маңа баш егіп келсін. Тек бұндан сон мен оны өзіме хожа етіп алырым. Барыңыз деп емір етті. Олар кеттілер. Қалеге кірген сон, «Женап, бізім асыл задеміз сізні өзіне ақа етіп алмаға разы. Сіз анда бармақ керексіңіз», деділер. «Мені өзіне ақай етіп ала біле екен», күлді егит. «О білміш олсын, мен ат дегілім. Егер істесе, оның өзі маңа келсін». «Ойлема», деп бақырды Айше қызметкерларының жевабыны ешткен сон. «Мен эпісі бір сені мында келмеге мечбур етерім», деп фысылдады.
Bundan son o etraftaki taşlarını toplap, çokrak bulungan derege atmakını emir etti. Hizmetkarlarının beraber taşlarını ozu da attı. Taş atkanda Ayşeke açıvlı, kamülayım oldu. Dere taşka toldu, o nenidir bekledi. Taşka tolgan dereden iki küçük insan, bir kızçıknen, bir oğlançık bir-birine karşı kelmekte ediler. Bu dereni taşka nasıl zalim insan toldurdu eken? Aşağıdaki dülber çiçeklerini görmediler mi eken? Dedi kızçık oğlançıkның yanına kelgende. Oğlançık opkenen, aşağıda bursuklar da yaşa ediler. Men olarını bakmağa sık bara edim. Olarının kobalarını toldurmağa kim cesaret etti acaba? Ya sen kayda ketesin dep soradı oğlançık. Ozum, kezinmege çıktım. Aysa yur, bizim kalege barayık. Kızçık şen alda oğlançıknen beraber kale tarafına çapıp ketті. Ayşe olarının peşinden bakıp kaldı ve men de şu kızçık gibi ketmek kerekim ma? Yok, bir vakit öyle yapmam dep kestirdi. Ayşe çok dayandı. Lakin sonundan meramından vazgeçti. Kalege yol aldı. O sallana ketті, dudakları nenidir fısıldadılar. Ayşe kolunun gözlerini kapatıp kete berdi ve kalege barıp çıktı. Onu kemer kapı yanında yigitinin ozu karşılap aldı. Keldin mi dedi. Keldim dep cevaplandı Ayşe dargın aldı. Demek sevesin. Sevem dedi Ayşe. Sonra ellerini yüksek koterdi, yigitinin yüreğine hancer sapladı. Sevem dep tekrarladı kız bir daha.